Төрегел Шарманұлы, дәл қазіргідей уақыт тапшы кезде біздің Неге KZ порталына сұхбат беруге келіскенің үшін көп рахмет, алғыс айтамыз. Енді алғашқы сұрақты коронавирустан бастасақ, өйткені бұл бүкіл әлемді тітіретіп тұр қазір. Енді Қазақстанға әлі жете қойған жоқ, бетін аулақ қалсын. Бірақ қалай сақтанамыз осыдан? Меніңше, мұны тым күрделі етіп шешілмейтін қиындыққа апарудың қажеті аз. Қазір ең оңтайлы әрбір адам өз мүмкіншілігіне пайдаланатындай жағын қарау керек. Бірінші мәселе қол алысып сәлем берудің керегі жоқ. Қазақтың табиғатында, тарихында өмірде қол алыспайды. Тек қана кездескен уақыттарда иіліп сәлем береді. Ол сондай көркем, сондай терең мәні өте нәзіктікте жатыр мұнда, сыйластықта жатыр, құрметте жатыр. Жүрегіңді қолын ұстап сәлем беріп, біздің тарихи қазақтың өзінің баяғыдан келе жатқан жай ғана түсінік емес, мүмкіншілік қана емес. Осылай сәлем берудің әсемдік жағы күшті оның. Ал қол беріп, қалай осылай бара салу деген мысалы енді ол тым дөрекі. Ол қай саласынан алсаң оның тереңдік, интеллект жағынан айтуға болмайды жоғары деп. Бара салып қолын беру деген. Қолды ертеде қазақтар қол береді, егер үлкен адам рұқсат етіп өзі ұсынса. Ал бас жөні жоқ келіп қолды алысу деген біздің тарихымызда, табиғатымызда ол келіспеген жағдай. Табиғи біз осылай ғана сәлем беретінбіз қазақтар. Қол ұстап сәлем берудің қажеті жоқ. Bir жағынан екінші қазір қауіпті. Соны ескеріп, жаңғыртуымыз керек. Біздің тарихи қадір қасиетіміздің бір ерекше көрінісі, инноваттық көрінісін осы кезеңде сай деп тұр. Соны айтайын деген. Яғни жеке адамның жеке басының гигиенасын сақтау керек қой, дәл қазір. Гигиенасы деген ол тамақ ішкенде әртүрлі болып көрінеді, мысалы. Тамақ ішсеңде бұл керек. Мысалы, сен тым таяу келіп сөйлесіп, сенің сөйлегенде көпіртіп сөйледі дейді. Ол көпіртіп сөйлегенде көпірге барып сенің мысалы ауаңа кіріп, сенің ішіңе кірсе, ауру таратып алады. Сондықтан сәл қашықта сәлем бергенде қол ұстаспай, бұрынғы қазақтың өзінің баяғы несімен сәлем беріп қана мінекей. Ең басты мәселе таяу жерге барып сөйлеп, сенімен мысалы сөйлегенде көпіртіп сөйледі дейді. Көпіртіп сөйлеп, баяғы туыстығыңды, жақындығын көрсетіп, құшақтасып, немесе қолыңды беру деген қазір керек жоқ. Сондықтан қол ұстамаңдар, керек жоқ. Столдың үстін мысалы ыңғай сүртіп алып тұру керек менен. Енді әр уақыттарда мысалы жиі су ішіп тұру керек мысалы бұл арада. Ол да бір керек ескерту мысалы. Өйткені ол қорғап тұрса, ауа арқылы ма бір жағдайда қонып қалса, вирус деген өзі былайша өскен уақыттарда қалай келіп қалғанын білмейсің. Сондықтан да суды мысалы жиі шамаламаса ішіп жүріп тұру керек. Сіз бұрынғы денсаулық сақтау министрі ретінде қазіргі денсаулық сақтау министрлігінің жұмысына көңіліңіз тола ма? Менің заманым мысалы көбінесе Совет одағының аман-есен үстемдігі жүріп тұрған кезеңде болды да, біз көбінесе орталық жүйеге соның нұсқауымен жұмыс істеп кеттік. Жаңағы өзімізді, өз ерекшелігімізді пайдалануға тырыстық. Ал қазір біз егемендік алғаннан кейін, етек жоғымыз өзімізге тигеннен кейін біз өз мүмкіншілігімізше пайдаланған. Бірақ біз оны баяғы Совет одағының кезінде Москваға бағынып, Москваның төңірегінде болып жатса, қазір бізде кеңістік Европаға да, Америкаға да қайсы оңтайлы сол жағымен біз байланыс жасап жатамыз да, кімнің ұсынысы, кімнің мысалы тәжірибесі ғылыми жағынан болмасын оңтайлы болса, соны қабылдауға мүмкіншілік алдық. Біз ешкімге тәуелді емеспіз. Өз жолымызды өзіміз, өз мүмкіншілігімізді өзіміз пайдаланып. Бірақ бұнда мәселе ұлттық қадір қасиетті сақтай отыр. Қай бағытта болмасын. Ұлттық қадір қасиетінің мүмкіншілігінің өзінше ерекшелігі бар. Біз алып барып, мынау мәселеге үлгі болады орыстар, немесе американдықтар деген ұғым дұрыс емес. Біз өз ерекшелігімізді өзіміз оңтайлы жағынан қазір кезеңде заманауи тілектер бар. Мысалы, қалай жүріп, қай бағытқа барып, нені алып, нені ішіп, нені жеу жөнінен де біз өзіміздің мүмкіншілігімізді шама келгенше мысалы Европаның
Американың, Азияның, Қытайдың тағдарларда қай жағдайлар мысалы денсаулыққа пайдалы сонысын алуымыз керек деп отыр. Оны біз жеке кәдімгі ешкімге былай қатысы жоқ заманда емес, біз бәрімен араласып жүріп жатқаннан кейін бізге мүмкін олардың біз жақсы оңтайлы жақтарын алып оны да пайдалану керек. Біз шектеп қалмау керек. Ұлтымыз осылай, тек біз осылай болуымыз деген. Оның өзінде ұлттық тағам мәселесі жөнінде соның ұлттық өзінің мән ерекшелігін сақтай отырып, оның жақсы жақтарын ала отырып, мысалы басқа мемлекеттерде, басқа елдерде, басқа мысалы халықтың оңтайлы жақсы дүниелер. Мысалы біз тек қана ет жейміз деп есептелді кезінде. Қазір ол дұрыс па? Оның бір жағы дұрыс, бірақ етпен шектеліп қалмайды. Көкөністі пайдаланып жатыр қазір. Көкөніс денсаулыққа пайдасы бар екенін есептеп отыр. Мысалы тағамымыз біздің аралас-құралас сияқты. Оның Европалық тағамының пайдалы жақтарын алып керек. Біз қазіргі кезеңдерде витамин мәселесі етілген етпен ғана келмейді, көкөністермен. Көкөністі пайдалану кезінде қазақтарға жат сияқты көрінген. Қазір осы мүмкіншілікті пайдаланып, тамағымыз әртүрлі, әр салада, осы былайша уақыттарда мульти. Осындай тағамға біз қалыптасқан өміріміз болу керек. Одан біз шектеп, біз ет білеміз, еттен басқаны білмейміз деген сөз, ол ұлттық жағынан шектеп тастаған. Өзін біз басқа ұлттармен қарым-қатынас қазір көбейіп жатыр. Біз Америкамен де ыстық қатынаспыз, орыстармен де, Қытаймен де, сондықтан да оның жақсы қасиеттерін біз міндетті түрде тамақта да соны алуымызға болады. Қазір заманның өзгерісіне, ағымына байланысты оның пайдалы жақтарын кәдімгідей дұрыс оңтайлы жағынан келді. Қазір министрлік осы сіз айтқан бағыт бойынша жұмыс істеп жатыр ма? Әрине, ол министрлікте өзі қиын сала, ауыр сала ғой. Оған деген мысалы ауыртпалық салмағы да ерекше үлкен. Ол денсаулыққа тікелей әсері болғаннан кейін денсаулық саласындағы министрлік жауапкершілік те үлкен. Оны бар мүмкіншілігінше біздің министрлігіміз жасап жатыр деп ойлаймын. Өйткені оған қойылатын былайша айтқан уақытта салмақты сұрақтар, тілектер өте көп, өте ауыр. Өйткені ол тікелей адам денсаулығына әсері болғаннан кейін жауапкершілік те өте зор. Сондықтан да бұл азаматымыздың мүмкіншілігінше жұмыс істеп жатқанын мен ойлаймын, тілегім сол. Бұл азамат көпшілік жағдайда қазір түсінігі мол. Бұған деген мысалы қойылатын кәдімгі тілек, қасиет мысалы, сондай сұрақтар жауапкершілікті көп атқарады. Өйткені денсаулыққа тікелей осы күнде бұл өте күрделеніп кетті коронавирусқа байланысты. Сондықтан да бұл жігіттің, азаматтың істеп жатқан жұмысына мен үлкен кәдімгі мүмкіншілік есебінде үміт артамын. Төрегел Шарманұлы, алда жылда Қазақстанда коронавирус анықтала қалған жағдайда біздің әрекетіміз қандай болу керек? Не істеуіміз керек? Қалай оқшаулаймыз? Жоқ, әрекет бұл міндет екі жақты. Біреу ғылымға, медицина саласындағы соны алып түбегейлі, сосын барып оның қай жағдайда құтқаруға болады. Егер ол ауруға вакцинация шықса, ол құпа-құп. Одан өзінен өзі шектеледі. Сосын мысалы температурный режим дейді. Сол мәселесінде өзінен өзі алып келеді мысалы. Бірақ халықтың жаппай халық, бәрі ғалым емес, олар да адам болғаннан кейін олар қалай сақталу керек түсіну керек. Ол меніңше соншалықты күрделі нәрсе емес. Коронавирус жөнінен ең басты мәселе отыратын орынның таза болсын. Столдың үсті мысалы барлықтар жуылып сүртіліп атуы. Сосын қолыстан сәлем бермеу керек. Қазақтың ерте ежелгі тәртібін ұстасаңдар болды, тарихи. Біз қазақ как будто осы коронавирус келетін сияқты болып көрінгенбіз. Сондықтан да қол бермейді еш уақытта. Қол беріп сәлем беру деген ол әдепсіздікке жатады бұрын. Ал қазір гигиена көзқараспен қараған уақытта бұл қауіпті дүние. Сондықтан қол бермей-ақ қойды. Иіліп сәлем бер. Мысалы, бір қазақтың инабатты көрінісі бар. Әсем, әдемі. Иіліп сәлем берді дейді. Бұнда жатқан кәдімгі құрметтің ең биігі. А қазір жаңағы қауіптен қашықтайсың. Қол алысу былай тұрсын, тіпті бет сүйісіп амандасатындар да. Құдай сақтасын, осыған жетпей қалып еді бізге. Бет сүйіспейтін, қазақтарда ондай болмайтын.
тек қана ең жақындарымен құшақтайтын. Төс Оның да қағыстырады. керегі жоқ. Оның да керегі жоқ дейсіз ғой. Құшақтаспай ақ қой, былай сейіліп сәлем бердің бе, одан құрмет, одан нәзік, одан сұлу көрініс жоқ, мысалы сәлем берді. Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев мемлекет басшысы болып сайланғанына 1 жыл болды. Осы 1 жылдық жұмысына қандай баға бересіз? Мен айтарым, бұл жігітке, азамат қой, өте ауыр кезеңге тап болды қазір. Мен ойлаймын, халықтың болашағы үшін, халықтың тағдыры үшін біздің тарихи үлкен кезеңде келе жатырмыз. Мысалы, осы жігіттің қолына тапсырылғаны, біздің елбасымыздың осы тапсырғаны, мен айтайын, бұл үлкен кемеңгерлік көрсетейін. Өйткені бұл жігіт өте өзінің бет бейнесінің өзі жыла халыққа. Өте әркім солай айтады, мен сол ұғымнан шығып кете алмаймын. Бет бейнесінің өзі жауапкершілікті, халыққа деген ниеті пейілінен көрініп тұрады, өзінің көзінің жанарынан байқаймын. Мысалы, біз халық үшін, қазақ үшін бұл үлкен бір кәдімгі келіскендік, жақсылық жағдай деп есептеймін. Бұл біздің келген үмітіміз үлкен, жауапкершілігі де бұл кісінің мойындалған, ол да үлкен, зор. Сондықтан да сенім артатындай жағдайдамыз, біз сенім артуға тұратын азамат екендігіне. Сондықтан біздің халқымызға бір дұрыс кезеңде келген азамат екен деп есептеймін. Менің көңілім тек қана осы кісіге сәттілік тілеймін. Бір қиындық жағдайдан аман есен өткізсе, халқымызды қазір бұл қиындық жағдайдың үлкен бір көрінісі жаңа коронавирустың шығады, соның бір көрінісі. Мен медицина саласында жұмыс істегеннен кейін бұл сын кезең. Соны дұрыстап, біз енді қазір біздің арамызда жоқ бұл пәле. Соны шекарадан өткізбей, егер Құдай сақтасын бола қалса, соны аман есен, мысалы, үркітпей, дүрліктірмей, өзі байыппен жұмыс істеп жатқан адам. Сондықтан да өзінің бет бейнесін айттым ғой, жалпы жүзі сондай жылы. Сондықтан да біздің халқымызға, қазаққа бұл бір келісім жағдайда келген азамат екен. Бұған сәттілік тілеп, Арманғарда жұмысы оңтайлы жағынан көрінсін, халқымыз үшін жасаған еңбегі жемісті болсын деп білемін. Мұхтар Жәкішев шықты жақында, шешім шықты Мұхтар Жәкішев түрмеден босату жайында. Одан бөлек кейбір заңдар ізгілендіріліп жатыр. Мәселен, анау жала жабуға байланысты заң, қылмыстық кодекс бар ғой. Қылмыстық кодексте жаңа жала жабу дейтін қылмыстық кодексте болатын. Соны қылмыстық кодекстен алып тастау мәселесі қарастырылып жатыр. Жалпы айтайын дегенім, мынау заңдарды ізгілендіру, талпыныстар болып жатыр. Соның бір себебі жаңа Мұхтар Жәкішевтің түрмеден босатылуы. Бұл енді үлкен бір не ғой, жаңағы бір жылымық деуге бола ма? Мен танымаймын бұл жігітті кім екенін. Мүмкін әбестік болуы да мүмкін жұмысында да. Бірақ бұл жігіт көрінер көзге қылмысқа барды деп есептемеймін. Сондай жауапкершілікке жұмысқа бару үшін, тағайындау үшін оны тексерілді ғой. Бұған жалғызданның басына үйіптеу бұл кінәлі деп айтуға болмайды. Бұған қоғам ортамыз өскен, біз де жауап береміз. Қоғам басында отырған, билік басында отырғанда олардың да мойындамайды. Бұны көрмей, байқамай бұл жігіттің мүмкіншілігін тек алып барып қоя салмайды. Оны қарады ғой, тексерді ғой. Бір адамның басына кінәні мұндай жұмыста, мұндай үлкен ауқымды жұмыста үйіптеуі дұрыс емес. Сондықтан да жауапкершілікті ортаның өзі алу керек міндетті түрде. Жалғыз адам басына үйіптеппей. Соны босатып, бостандыққа шыққаны бір жақсылықтың көрінісін шығады. Енді сізді білеміз, жасыңызды қайта-қайта есіңізге салуды ұната бермейсіз. Дегенмен де биыл сіздің мерейтойыңыз 90 жылдық. Құрдастарыңыздың қатары сиреп қалған шығар. Нөлге Борхекс дейтін бар. Естеріңде бар ма? Сол айтады, страх смерти дейді. Страх страданий дейді. Страх страданий әртүрлі болып көрінеді. Мысалы, жалғыз қалу. Ол енді жақсылық емес. Ортаң азайып, немесе ешкім қалмай жалғыз өзің өмір сүрдім деп, сен бақыттым деп санай алмайсың.
Сен ортаңмен бақыттысың. Ортаң қай жерінде де қиындық көріп, запа шегіп жатқан ортада сен жақсы өмір сүру деген ол эгоизм деп айтпаймын, ол үлкен қасірет. Ортаң қиналыс, ортаң қиын жағдайда сен қиналмай жақсы жүрмін деген өтірік жалған нәрсе ол. Олай адам жақсы адам емес, ондай. Өзі жақсы болып, ортаң күйреп жатса. Иә, сіздің енді құрдастарыңыз, қатарластарыңыз туралы сұрақ болып еді жаңа. Камал Ормантаев ақсақалдың жағдайын білгім келіп отыр. Бүгін аман, ертең сау, бүгін ертең ауру деген ұғымды ешкім білмейді, қалай болып келетінін, қай жақтан туатынын. Қиындық, мысалы, сұрапыл өзгерістерді адам өзі таңдап алмайды, ол өзі болғысы келмейді. Сондай заман туып қалды да, ол жігіт қазір запа шегіп жатыр, ауру тұра алмайды. Мен оны бақылау үстіндемін. Мен өз тарапымнан соны бағып күту үшін қаражат беріп жатырмын. Алғашқы кезеңдерде ауқымды бердім де, қазір тұрақты түрде айына 100 000 теңге беріп жатырмын. Мен бергенімді масыл деп санамаймын өзіме. Ол менің міндетім деп санаймын. Оған мен ертең бірдеме қайтарсын деп оғым тумайды. Мен тек қана сол жігіт аман есен тұрса, сол қайтарғаны. Ортамызға келіп, аман есен жүріп, соның күлкісін естісем, қатар отырып әзілін естісем, біріміз әзілдеп, солай жүрген, ол мен үшін бақытты сезім. Адам өзімен өзі қалған кезде бір ұялатын жағдайлар болады. Адам өзінен өзі ұялады. Бұрындары бір істеген іс-әрекетінен, болмаса басқадай бір жаңағы жағдайлардан. Сіздің басыңызда өзіңіз жеке қалғанда, өзіңізбен өзіңіз қалғанда ұялатындай бір іс-әрекеттер болды ма? Бір құпияңыз, ішкі сырыңыз бар ма сондай? Енді тап қатты ұялатындай былай шақырған уақыттарда ондай жоқ сияқты болып көрінеді. Ал кезінде, мысалы, толыққанды намыс көтеретіндей, мысалы, жағдайларда мен ойлаймын, сонда бас көтеріп қатты айту керек еді. Мен соған қауқарым жете алмаған сияқты болып көрініп қалады кей уақыттарда. Совет одағы болған кездерде менде бір ұлт мәселесі маза бермеді. Ұлттың тағдыры, ұлтымызда, мысалы, қадір қасиетін сақтап, соны көтеріп, жасырынып қалмасын деп. Бұл кездерде ұлтшыл деген бір үлкен ұғым болды Совет одағында. Коммунистік кәдімгі идеологияда ұлтшыл болу деген күнә сияқты болып көрінді. Мен соған қарсы болдым. Мен сол үшін кінәлады. Сол үшін мені Мәскеуге айдап жіберді. Мен ұлтшыл деп бірінші тақтан кінәсі ол. Ол не? Ол мысалы мен ұлтшыл болғандағы мысалы ғылыми салада балалар тағамын жасау керек болатын. Мысалы тағаммен айналысқанда мен жылқы қадірлеу, сосын бие сүтін арқылы тағам түрлерін жасау керек болды. Соны мен айыптады. Ұлтшыл деген баяғы. Бие сүті сол арқылы мысалы, өйткені менің алдымда болды жалпы тағам мәселесін неге бие сүтіне анықтамай жалпы беру керек, жалпы анықтау керек. Мен оны сол бие сүтінен шығаратын тағамға қарата бұрмаладым. Камалидин дейтін болды сол кезеңдерде. Менің досым Смайыл Камал сұрап барып енді көп болып қалды, елге қайтару керек десе айтыпты. Досыңызға айтыңыз, келмесін Алматыға деп. Сосын мен бір жағдайменен командировкадан келдім, келіп едім, жолғайын бұл кісінің. Мен елге қайту жөнінен несі бар екен десем, ол менімен сөйлескенде жанына бір нені алып сөйлесті. КГБ-нің бастығы ғой. Өзі отырып сөйлесуге қорықты. Мен бірдемен айтса, жоққа кететін сияқтанды. Сол ғой баяғында мені орыс деген мәселе жөнінен, қазақ деген мәселе жөнінен мен енді кішкене маған тағылған айыптың ең зоры ұлтшыл.
ұлтшыл деген сөзді қазақта мынандай балама жоқ. Мысалы, нацист, националист. Националист дегенде мен өзім шыққаным, оның қадір қасиетін жоғары көтеру, бірақ ешкімнен үстемдік болмау керек. Ешбір ұлтқа үстемдік, тек қадір қасиетін. Ешкімнен кем емес деген жағдайда, артық деген емес, кем емес деген жағдайда мен сол ұғымменен біздің қазақ кімнен кем? Орысыңнан да, ағылшыннан да ешкімнен де кем емес қадір қасиетіміз. Қадір қасиетіміз жеткенден кейін басқа сұрақ ол. Яғни әттеген-ай, сол кезде мына нәрсені батырып айтуым керек еді, жеткізіп айтуым керек еді, қаттырақ айтуым керек еді дейтін нәрсеңіз ғой осы. Жоқ, мен артынан ойлап қарасам, даже мен артық айтқам. Сол кезеңде мен басқаша ойладым. Осыны үндемей қоя салу керек еді, әйтпесе мен қудаланбас едім ол дегендей. Ал мен артық айттым деп ешбір өкінбеймін. Айтатын кезінде айттым, бірақ сол сәтте оны айтпай тұра тұру керек, іште сақтау керек еді. Іште сақтасам, мен уже өзімнің ұлтымды сатып кеткендей болып көрінетін болдым. Өйткені дәл көзде сол сөз айтылу керек болды. Ертеңгі күн ар намысым сақталу үшін сол жағдаймен мен айдалуға кеттім ба, мен сол айдалғанды қуанышпен, мақтаныспен sayамын. Немене мен айдалғаным жақсы болған. Именно сол кезеңдерде мен оламай қалғаным өзіме бақытты сезінемін сол үшін. Не үшін ертеңгі күні мен халық алдында есеп беремін ғой, халқыма, тарих алдында. Үндемей қалсам ішімде жаман болып кетеді. Иә. Біреуге ашуланғанда, қатты кейігенде айтатын ең ауыр сөзіңіз қандай? Менің ең ауыр сөз айтатыным бар бол деймін. Знаете, мен оны неге айтамын? Оңбаған сығанап деп айта алмаймын. Өйткені мен жүрегім шыраймын. Оңбаған сөз деген ауыр сөз. Оңбаған сөз деген. Мен күледі мен маза. Сен бар бол деу не дейді? Мен айтам, ол үлкен ауыр нәрсе деймін. Бар бол деген сөз міндет қою сөз. Сен аман жүр. Аман жүр деген сөз ол жай ғана сенің аман емес. Сенің ісің мысалы халыққа тиетін жағдай, жақсы тиетін жағынан көрінетін жағдай. Сондықтан да мен балағаттай алмаймын. Мен бәрі күледі, сен осы. Ай, бар бол, аман бол. Мысалы сен айтатын сөзің ең ары кеткенде сол, ой, бар бол қарайды. Қазақтар бар ғой, жақындарын сөйлеп айтатын кезде. Бар бол дейді, бар болғанда енді ұрысқанның ең шегі бар бол дейді. Иә, иә. Мен айтам, сол бар бол дейді, мен басқа айта алмаймын ешқандай. Спирттік ішімдік ішесіз бе? Мен кезінде шамалап ішетінмін. Енді асып кете алмайсың, өйткені мен күлетінмін. Ішесің бе деп ішем. А сколько? А я бы хотел бы столько, но столько не смогу. Жауабым сол. Қазір жас келіп қалды, шамалап, қолдап, мысалы, виноны мен көп ұнатпаймын. Өйткені вино таза емес, қазір винолар. Ол көп, біз тексерем ғой вино жағын. Тексергенде оның виноның алдамшақ көп. Вино деп алдайды да, шын мәнісінде таза вино жоқ. Ал пока аман есен қалған, мысалы, виски. Арақтың өзі де қиын, Қытайдың спиртінен жасалынады деген лақап бар. Солай да болуы мүмкін. Сондықтан шамалап виски, коньяк кішкентай. Жасалмай. Дос жоран, кездеседі, мен ұстап отырып, жаңағы құрттап ішем кішкентай. Бірақ басып ішетін баяғыдай заман жоқ. Оны сұрап отырған себебім әлеуметтік желімен, мына WhatsApp желісімен сіздің бір видеоңыз жүр. Соны кейбір жұрт дұрыс түсінбей қалған сияқты. Жоқ, ол түсінбей қалды. Олар бірінші бағытын ұстады, екінші жағын көрмейді. Артында бар анда қалайша. Мүмкіншілік келгенге шейін шамалап, мысалы, алып қойып, ол ханжество дейтін бар. Ханжество да. Көзіне көзге баяғандай бұндай болып, ар жағында олай дейді. Мен енді өзім кезінде, жас кезімде шеуде ақыштым деп айтпаймын. Бірақ қатар отырып, мысалы, қолдап отырып болды. Әйтпесе баяғыда мен ол жағын лақап кетеді ғой. Бірақ менің сол сөзімнің өзін ұстап қалғаны, мен ойлаймын жұрттар
вообще-то в этом видит другую смысловую нагрузку. Ана сөйтіп айтып отыр, біз де ішеміз деген сияқты. Оны білемін, ол мәселесін ойламайды емес. Бірақ анда бар. Артында оны екінші жағын оқып көрсе, четко айтылып тұр. Мен оны шама келгенше мысалы шектеп өзің мүмкіншілігіңе қарап байқап іштеген сөз. Өзіңіз білесіз, енді мынау ұлан ғайыр жерде бар жоқ 18 миллион халықпыз. Біз қалай көбейеміз? Мүмкін мынау тоқал алу мәселесін заңдастыру керек шығар. Қалай ойлайсыз? Жалпы осы мәселеге деген көзқарасыңыз қандай? Мен Көп әйел алушылық мәселе. біреуге ұнамас, мен өзім айтатыным, Абайдың 6 әйелі болды. Тағы сүйген қыздары болды. Бұны қалай болады? Біздің тірегіміз, біздің темір қазығымыз адастырмайтын. Істеп отырғаны анау деп қарайсың, былай қарасаң. Дұрыс емес деп бір сәт оқпарға барады. Ал бірақ біз полигам дейміз. Мен бір оқпаса да оқатындай нәрсені айтайын. Мынау табиғатта жануарлар барлығы да полигамды еркектер. Мысалы, 10 тауыққа бір аға деш. 10 сиырға бір бұқа. Қарап көр. Мысалы, бір үргі жылқыға бір айғыр. Басқа айғыр жолатпайды, мысалы, бір айғыр. Бұл не? Ол табиғатта биологиялық не көрсетеді. Ал бізде адамзат текст шектеп тастады. Бұрын кезеңдерде әйелдер көп болды. Байлар мүмкіншілігіне байланысты. Өйткені онда сенің табиғатың мүмкіншілік берсе, қанша әйел алуға мүмкіншілік бар, солай мүмкіншілік болды. Ол табиғи көрініс. Мені ұнатар, бұны ұнатпас, мен оны просто ашық айта аламын. Өйткені бұл биологиялық, мысалы, жаратылымдағы жануарлардың бәрінде солай. Адам да соның бір ең жоғары сатысында тұрған біз ғой. Өзбектерде дей ма? Өзбектерде ғой деймін. Заң шығыпты 2 әйел алуға деп. Соны біреулер әзілдеп жүрді. Біз қазақтарда пока 2 сиыр ұстауға болады. Мынау сіздің өмір сүру дағдыңыз қандай? Құпияңыз бар ма? Мәселен, таңертең тұрасыз, қанша сағат ұйықтайсыз мәселен? Таңертең неше рет тұрасыз? Қанша уақыт серуендейсіз? Мен жасым келген деп қана айтпаймын, жасым ертеректе кей уақыттарда мазасыз ұйықтап қалам. Ұйықтай алмаймын. Бірақ дәрі іше алмаймын. Ұйқының дәрісін еш уақытта қабылдамаймын. Менің ең тәсілім, үлкен тәсілім, тұрамда жүгіріп кетемін. Жанымда стадион болды, әлгі Дзержинскийдегі бар ғой стадион. Соған барып жүгіріп келемін де қайтадан ұйықтап шаршап. Түнде ортасында ол ертеде солай оянып кетемін. Бірақ тұрып міндетті түрде физикалық жұмыспен шаршап барып, сонда қатты ұйықтаймын. Қалай тамақтанасыз? Тамақтану, таңертең тұрам, келінім завтрак жасайды, бірақ онда міндетті түрде көкөніс болады. Мен көкөністі басым пайдаланамын. Сонымен шай ішіп, көкөніс, сосын ішінде бір бауырсақ немесе бірдеме болады, тамақ қабу, ет тамағы, шамалы ғана. Түс кезінде босанбаса не пісіреді келін, немесе барып мен өзім еден алғызам, қазір алғызам, біраздан кейін сол тамақ келеді, шамалы ет болады, көкөніс. Нанды мен өте аш жеймін. Немесе суп. Реті келіп атса супты, сорпа бірдемен ішемін.